Бір аушының бір сарғы қырда қалған, ізлеп те тапмағаннар ол юғалған. Бір-екі күн өтіп кеткеш, біздің аушы бүре ашаған сарықны деген хабар алған. Мұны ешіткеш, аушы шексіз ашуланды, ертқышларының бүшіне күйді, янды. Сарықның өшін алмай қалмамын деп, жануарларға шулай деп хабар салды. Қызғанып тұрайдым сізні, ашулансам қалдырмамын бірігізні. Сарығымны кім ашаса шул кішіні, талап етем миңа тұтып беругізні. Аушыны біле орманда әрбір жануар, бұл хабарды ешіткеш таң қалдылар. Аушыны тезірек риза етейік дейіп, кеңес үшін бір орынға жиылдылар. Мәжілісте түлкі сәркәти бұры рәйіз башлап сөз айтты. Бұл нейді үш, аушының сарғын кім ашады? Еш яшармеш бұл жерді әйту тиеш. Шолаш үшін шақырдым мен мұнда сізні. Ашуланса аушы, қырыр әмі бізні. Кім ашаса шуны беріп құтылайық, тұғырлықтан айырмағыз өзіңізді. Әвәл бүрі ашамадым дейді таныды, түлкі де туғырлығын сөйлеп алды. Әмі ертқыш өзлерін ақладылар, бір яқшетті ертқыш түгіл қоян қалды. Әйтті бүрі, шетті тұрып ялғыз өзің, бұр кішінің көзі түслейкі көзің. Сарықны ашаған кіші сен түгілмі? Әйтіп қал, мұнда келіп әйтір сөзің. Қоян мүскін қорқуынан қалтырады, ашаушы мен түгіл деп шақ айта алды. Шөпхілік шөтіслі жауап бергеш, барша ертқыш ашаушы шул деп аваз салды. Ашамы қоян хиш бір уақытта әйт алмады бейт, ашаған мен түгіл деп. Сарықны ашаған доңғыш шушы екен деп, әйтті бүрі кетіргіз бәйлерге жеп. Шул сәғатті әлі қайдан жеп таптылар, қоянның мойнына жеп тақтылар. Усаллыған жазасын тарт мінәйінді дейіп, аушының ауылына ұзаттылар. Бүрі тіслі ертқашларға кейіндер жиған, әр қайда зылым көрер міскін қоян. Зарарлы бәнді болып көрінерсің, башқаларға қылмасаң да, еш бір зиян. Бір кіші үй алдында балтасын үйғалтқан, ізілемеген жері қалмаған. Қапқа түбіне шығып қараса, онда көрші малайы үйірі екен. Малайының әрбір адамы оның қарақ екенін дәлелі кібік. Мәғайын ол ұрлаған енді деп малайыны ұрышырған етлі. Қапқа алдына шыға башлаған құжа өз балтасына абынып иығыла. Балтасын топқаш. Қапқа түбінде жүрген көрші малайының қарақ екенлігіне ишара ете тұрған біргіна сипатыны да тапмай. Башқаларны ғайып етер алдынан қарағыз, ойлағыз, өлшәгіз. Ғайыпсіздің сәбәпсізге ғайып ете көрмәгіз. Нахақ бәлі ең зор ялғаннан да ағылырақ бола.